Баршаңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Нұрайым. Бүгін керемет осындай шоколадты сметанниктің рецептімен бөлісетін боламын. Бір жасағаннан ақ сәтті шығады. Менің рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, өте сәтті рецепт. Сіздермен тезірек бөлісуге асықтым осы рецепті. Менімен бірге болыңыздар. Мен тәтті болған сондай осы кусокты өзім тоқтамастан жеп қойған болатынмын. Ендеше жасауға кірсек. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Сонан соң шекерімізді салып, тағы да араластырамыз. Асықпай шекер ерігенше араластыруымыз қажет. Сонан соң бөлме температурасындағы сары майымызды қосамыз. Тағы да араластырып жақсылап. Сонан соң какаомызды қосамыз. Тағы да араластырып аламыз. Біркелкі осындай қоймалжың болуы қажет. Сонан соң ұнымызды саламыз. Ұнды алдымен бөлек ыдыста разрыхительмен араластырып алуымыз қажет. Дәл осылай видеода көрсеткендей араластырып барып қоссақ, біркелкі болып шығады. Енді осы массамызға қосып, басын біріктіріп, жақсылап қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды мешокқа салып, одноразовый немесе мен сияқты ыдысқа салсаңыздар да болады. Міндетті түрде бетін жауып, шамалы тынықтырып аламыз. Шоколадымызға кішкене мінекей сары майды салып, водяной баняда ертетін боламыз. Мен кез келген осындай темір ыдысты аламын да, ішіне су құйып, осылай жасаймын. Енді келесі кремімізді жасауға кірісеміз. Алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң шекерімізді саламыз. Шекер ерігенше жақсылап араластыруымыз қажет. Мен видеода тез өткізіп жібергенмен, бірақ ұзақ араластырдым. Енді келесі қаймағымызды салып, тағы да біркелкі болғанша араластырамыз. Енді ерітілген шоколадымызды қосамыз. Міндетті түрде молочный шоколад болуы қажет. Егер сіздер горький шоколад таңдасаңыздар, піскеннен соң ол жаңағыдай дәмі бір күйіп кеткен сияқты дәм беріп тұруы мүмкін. Сол себептен міндетті түрде молочный шоколад пайдаланыңыздар. Какаоны қосамыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Осымен массамыз дайын. Формамызды дайындаймыз. Менде 24 сантиметрлік форма. Негізінде 26 сантиметрге дейін пайдалансаңыздар да болады.
біздің қамырымыз мол болып шығады, сол себептен егер де сіздерде сантиметр форманың үлкен болып жатса ештеңке етпейді, ол кезде жұқалап қана істейтін боласыздар. Мен қазір 24 сантиметрлік форманы пайдаланып жатырмын. Пергамент қағазын төсеп, жан жағын осылай мен үнемі қиып тастаймын. Формамыз дайын. Енді тестімізді шығарып, салқындатқыштан қолымызбенен осылай бастырып, біркелкі етіп жасап шығатын боламыз. Дайын болған сұйықтығымызды құятын боламыз. Қызып тұрған алдын ала қыздырылған пеште 160 градуста 1 сағат бойы пісіретін боламыз. Пісіріп жатқан кезде пешті ашуға болмайды. Мінекей, осымен менің шоколадты сметанигім дайын болды. Түрі де әп-әдемі, өте аппетитный, дәмді болып шықты. Дәмі енді сөз жоқ, керемет. Мен өзім осы рецепті көп іздедім. Соңында таптым, және сіздермен бөлісіп жатырмын осы рецепті. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін менің рецептіммен. Соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Нұрайым. Менің арнама жазылып, қоңыраушаны басып, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Алда әлі де керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Менің арнамнан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.